Сәлем достар, әлемдегі ең қауіпті темір жолдар жайлы видео сіздерге ұнаған сияқты. Қабыл алыңыздар, бүгін сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең қауіпті жолдар жайлы видеоны ұсынбақпын. Видео басталмай жатып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Италиядағы Стелвио Пас жолы. Италияда Стелвио Пас деген жол бар. Бұл жол 24 километрге созылған және 48 бұрылыстан тұрады. Жолдың қауіптілігі осы бұрылыстарында екен. Себебі көліктер бірден бұрылыс жасағанда жолдан шығып кету жол апаттары көп тіркелген екен. Бұл жолмен тек қана маусым және қыркүйек айларында ауа райы жақсы кезде ғана жүруге рұқсат беріледі. Норвегиядағы Атлантерхафсен жолы. Норвегиялық Атлантерхафсен жолы өте әдемі, әсіресе туристерді өзіне тартады. Себебі бұл жол дәл теңіздің үстімен 7 километр етіп салынған. Жолдың қауіптілігі теңіз дауылдарында. Себебі теңіз дауылы тұрып кетсе, жолдағы көліктерді шайып кету қаупі бар екен. Қытайдағы Сычуань-Тибет жолы. Қытайда негізінен қауіпті жолдар өте көп. Оның ішінде Сычуань-Тибет жолын ең қауіпті жол деп айтса да болады. Себебі бұл жолдан жүріп өткен 100 мың адамның ішінде 7 мыңға жуығы көлік апатына ұшырайды екен. Бұл жол 2000 километрге созылған. Солтүстік Аляскадағы Дальтон хайвей жолы. Солтүстік Алясканың Дальтон хайвей жолы ең суық жолдардың бірі болып есептелінеді. Егер жолға шыққан адамның көлігі қысқа дайын болмаса, онымен қатар ол көлікті жақсы жүргізе алмаса, жолдың ортасында қалып қоюы мүмкін. Жол бойында ешқандай көмек көрсететін орындар жоқ. Сол себепті Дальтон хайвей жолына шыққан адамның өмірі қыл үстінде қалғандай болады. Скиперс каньон роуд жолы. Скиперс каньон өте тар жол. Бұл жол таулы аймақта орналасқандықтан тас көшкіндері көп орын алады. Скиперс каньон таулы жолын жүріп өту үшін адамға өте үлкен сабыр және жолда тұратын бекеттерден арнайы рұқсат керек. Боливиядағы солтүстік Юнгас роуд жолы. Солтүстік Юнгас роуд жолы өлім жолы деген атқа сай жер. Бұл жолда жыл сайын жүздеген адамдар оқыс оқиға салдарынан көз жұмады екен. Жол жаңбыр, тұман және де тас көшкінімен қауіпті саналады. Ауғанстандағы Кабул-Жалалабад жолы. Кабул-Жалалабад жолының ұзақтығы 60 километр. Бұл жолда бұрылыстар және де жырақтар өте көп. Кабул-Жалалабад жолында күн сайын опат болатын көрінеді. Сондықтан бұл жерде әлемдегі ең қауіпті жолдардың қатарына кіреді. Қытайдағы Гуалянь туннелі. Гуалянь жол туннелі Қытайдың Танханьшань тауында орналасқан. Туннельдің ұзындығы 1,2 километр. Жол 1977 жылы ашылған. Бұл туннельмен жаңбыр жауған уақытта жүру өте қауіпті. Жыл сайын бұл жолда оқыс оқиғалар болатын көрінеді. Норвегиядағы Трольстиген жолы.
Трольстиген жолы Норвегиядағы ең қауіпті әрі әдемі жолдардың бірі. 11 шұғыл бұрылыспен тауға қарай көтерілген жол көптеген саяхатшыларды қызықтыруда. Ал жергілікті билік болса, бұл жолдың өте қауіпті екенін біліп, кеңейтуді көздеп жүр. Индиядағы Зорджи Лапас жолы. Зорджи Лапас жолы Индияның Кашмирында 3500 метр биіктікте орналасқан. Жолдың ұзақтығы 11 километр. Бұл шатқал жолы қыста жабық тұрады. Зорджи Лапас жолы өте тар болғандықтан бір жақты жүріспен ғана жүруге арналған. Сол себепті көліктер бір-бірін өткізіп жатқан уақытта оқыс оқиғалар орын алады екен. Бүгінге осы. Егер де сізге видео ұнаған болса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де арнаға жазылатын жердегі кішкентай қоңыраушаны басып қойсаңыз, біздің видеомызды алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.